Саламатсыздар ма, әріптестер? Біздің даусымызды естіп тұрсыздар ма? Дәулет мырзаның және менің даусым естіліп тұр ма, әріптестер? Рахмет, Баян Шолпан дейді, Искандер Агура ханым. Рахмет сіздерге. Әріптестер, бүгінгі вебинарымызға қош келдіңіздер деймін. Қысқаша бүгінгі вебинардың барысын айтып кетейін. Әріптесім Дәулет Алтынбайұлы қазір бірінші бөлімді түсіндіреді, яғни теориялық бөлім, екінші бөлім ол практика. Практикалық бөлімді мен өзім Кадиров Дилмурат Бахадирович педагогикалық шеберлік орталығы Шымкент қаласының филиалының IT маманы түсіндіріп кетемін. Және үшінші соңғы бөлім ол біздің бір істеген бір нәтижемізбен сіздермен бөліскіміз келіп отыр. Олай болса, вебинарымызды бастайық. Дәулет Алтынбайұлы, сізге сөз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін жүздескеніме тағы да қуаныштымын. Қазір біздің білім саласындағы өзекті мәселелерді тағы да біз қозғап отырмыз. Сіздерге аз да болса пайдасы тисе біз қуаныштымыз. Ал жұмысымызды бастайық. Кеше біздің министріміз Асхат Қанатұлының брифингінде айтты. Бізде онлайннан қарағанда қашықтан оқыту әлдеқайда дұрыстау болады деген бір пікір білдірді. Соны біз ескердік. Біз қашықтан оқытудың бірнеше бағдарламалар құралдарымен таныстық. Соның ішінде мұғалімдер үшін тиімді болады деп Бандикам деген бағдарламаны зерттеп қарадық, және сол бойынша сіздерге қалай жұмыс жасау керегін қазір біз сіздермен теориялық, практикалық түрде көрсетеміз. Демек, біздің вебинарымыздың тақырыбы қашықтан оқытуда көмекші құралдардың бірі Бандикам бағдарламасында жұмыс жасау. Ал бұл вебинардан күтілетін нәтиже. Ділмұрат, келесі слайдқа өсір жүрсің. Біз мынандай нәрселер күтіп отырмыз. Скринкаст туралы түсінік қалыптасады, асинхронды оқыту туралы ақпарат алады, қашықтан оқытуға қажетті құралдармен танысады, өз сабағына қысқа бейнеролик жасау меңгереді, мұғалім өз дауысын бейнероликке қосу үйренеді, және веб камераның көмегін бейнероликке өз бейнесін жариялауды меңгереді. Демек, осы күтілетін нәтижелерге қысқаша тоқталайын. Сіздер білесіздер, скринкаст деген бізде ұғым бар. Бұл экрандағы хабарламаларды тарату деген мағына білдіреді. Яғни, сіздің ноутбугыңыз болсын, компьютеріңіз болсын, экрандағы дүниелерді сіз видео запись арқылы тарата аласыз. Ал енді қазір бізде оқытудағы асинхронды оқыту өте қазір белсенді жүріп жатыр. Сіздер білесіздер, асинхронды оқыту бұл қашықтан оқытудың бір идеясы. Демек, сіз асинхронды оқыту барысында сіздің тыңдаушыларыңыздың арасындағы айырмашылық, уақыт айырмашылығы әртүрлі болуы мүмкін. Сіз азында видео жібересіз, сіздің балаңыз түстен кейін қарауы мүмкін, кешке қарауы мүмкін ол видеоңызды, немесе жаңағы аудио жазбаңызды. Демек, асинхронды оқыту бір синхронды оқытуға қарама-қарсы бір ұғым. Қазіргі оқыту жүйесінде сол онлайн емес, қашықтан оқыту болғандықтан сіздің білім алушыларыңыз әр түрлі мерзімде бұл сіздің ақпараттарыңызбен танысуы мүмкін. Сондықтан осындай бір құралдардың бірі осы біздің Бандикам бағдарламасы. Ал енді сәйкесінше видео жазуды, өзіңіздің даусыңызды енгізуді, веб камераны іске қосуды біз қазір практикалық тұрғыдан сірек көрсететін боламыз. Ал келесі слайдқа көшетін болсақ, бізде ең үздік 5 бағдарламаны біз анықтадық. Экранда видеоны жазуға болатын, жазба жүргізуге болатын үздік 5 бағдарламамен таныстық. Сіздер экрандарыңызға көрсетіп тұрмыз. Бұл бағдарламалар бойынша сіздер төменде біз ссылка көрсетіп қойдық. Байқап тұрсаңыздар, осы ссылкадан осы 5 бағдарлама бойынша толық ақпарат аласыздар. Біз соның ішінде қазір біз Бандикам бағдарламасына тоқталамыз. 5-ші бұлардың барлығы тағы айтылып айтам. Тегін бағдарламалар. Негізі жазба жүргізетін, видеода экраннан жазба жүргізетін көптеген бағдарламалар бар. Оның ақылылары бар. Біз ұсынып отқан 5-еуі де тегін бағдарламалар. Жақсы, келесі слайдқа көшейік. Бұл слайдтардың айырмашылықтарын қазір Ділмұрат бір ауыз сөзбен сіздерге түсіндіріп кетер. Бандикам жоғары сапалы видео форматында дербес компьютер экранында болатын кез келген нәрсені жазып алып,
ала алатын Windows'қа арналған экранды жазудың компактілі бағдарламасы. Сондай-ақ DirectX, OpenGL графикалық технологияларын қолданатын ойындарды немесе белгілі бір экран бөлігін жазуды да орындауға болады. Bandicam өзіне ұқсас функциялары басқа жазу бағдарламаларымен салыстырғанда өнімділіктің жоғары сапасын қамтамасыз ете отырып, және түпнұсқаға жақын сапаны сақтай отырып, сығымдаудың жоғары коэффициентімен ойындарды жазуға көмектеседі. Демек, Bandicamда сіз экранда көрсетіп отқан презентацияңызды, видеоңызды, қандай да бір Word құжаттарыңызды, или қажет болса ойындарыңызды экранда болып жатқан соның барлығын жоғары сапада көшіріп алуға мүмкіндік беретін бағдарлама. Ал енді бұл бағдарламаның мүмкіншіліктері өте көп. Соның ішінде біз 6 мүмкіншілігін сіздердің алдарыңызға ұсынып отырмыз. Бұл мүмкіншіліктің біз 5-еуін іс жүзінде көрсетеміз, ал 6-шысын біз тек қана ақпарат береміз. Ол қалай жүргізіледі, оның идеясы қандай туралы. Ал енді ол өз беттеріңізше жасайын десеңіздер, алдағы уақытта жасап көрсеңіздер болады. Гүлмұрат, мүмкіншіліктеріне бір ауыз өзіңіз 5 мүмкіншілігіне тоқталып өтсеңіз, және оны практикада көрсетсеңіз. Тағы саламатсыздар ма? Енді қосылып жатқан әріптестерге Bandicam бағдарламасының жалпы мүмкіншіліктерін біз 6 мүмкіншілігін атап көрсетіп отырмыз. Оны нақты уақытта суретпен сызба салу дейді. Қазір практикалық тұрғыдан шамалы бір көрсетіп берем. Яғни сіз қандай да бір таныстырылым немесе бір кітаптың бетінен жұмыс жасап жатқан болсаңыз, сіз әдетте қаламмен мысалы түртіп отырасыздар, дұрыс па, өздеріңізге? Түртіп немесе оқушыға бір белгі беріп, бір сызып қаламмен, фломастермен, маркермен болсын сызып отырасыздар. Сызу арқылы сіз оқушының қай жерге қарау керек екенін, неге мән беру керек екенін, қай жерде қандай қатесі бар ма, әлде сондай бір нәрселермен бөлісіп отырасыздар. Енді ол әрине, егер оқушы алдыңызда болатын болса, сіз жаңағы айтып өткен құралдармен бөлісіп кетесіздер, пайдаланып кетесіздер. Ал енді оқушы үйінде отырған оқушыға сіз оның үй тапсырмасын немесе қандай да бір бүгінгі сабаққа байланысты бір астын сызып көрсететін нәрселер болатын болса, осы Bandicamның жалпы инструменттері бар. Сол инструменттерде маркер, қалам, қандай да бір линиялар болуы мүмкін, сызықтар болуы мүмкін. Тағы да сондай инструменттермен сіздер сызып, бояп, жаңағында қандай да бір нелер жасап, оқушылардың былайша зейін шоғырлануға, болмаса түсінуіне осындай мүмкіншілік бересіздер. Одан басқа, осы сабақта былайша айтқанда оқушылар бізде әр нәрсеге әсер алуы мүмкін. Жалпы балалар біздің бар болғанымызға да, жоқ болғанымызға да оқушы әсер алады. Сіз өзіңіздің үйіңізде ноутбугыңызда веб-камералар бар, немесе компьютердағы веб-камераны қосып, өзіңізді түсіру арқылы сіз оқушыларға өзіңіздің осы тапсырманы айтып жатқаныңызды, сізден шыққандығын, сіздің айтып жатқандай бір әсер қалдырады. Сол себептен біз осы веб-камераның мүмкіншілігін айтып кетейін дедік. Оқушыларға қандай да бір тапсырма немесе тексеру барысында, тапсырма беру барысында өзіңіздің сол процесте бар екеніңізді көрсету үшін веб-камераны пайдаланғаныңыз дұрыс. Әрине бұл онлайн режим емес, бұл жерде енді бейне роликті көріп отырады ғой оқушылар. Сол себептен дегенмен біз осы мүмкіншілікті бір атап өтейін дедік. Тағы да бір айтып кететін нәрсе, кестеге сай жазба жүргізу дейді. Бұл жерде планирование дейді, немесе расписание деп айтып кетеді. Біз бұл мүмкіншілікті жиі пайдаланбаймыз, негізі айтып кету керек. Мен өз барысым жиі пайдаланбаймын. Бірақ дегенмен мен бұндай мүмкіншілік бар екен сіздерге түсіндіріп кеткім келіп отыр. Бұл қандай мүмкіншілік? Егер сіз Bandicamның белгілі бір уақытта видеоны түсіріп, белгілі бір уақытта тоқтауын қаласаңыз, осы расписанияға қоясыз. Бұл жерде бірақ нәрсе бар, екі нәрсені атап кетеді. Bandicamға басталатын уақытты көрсетесіз, екіншісі Bandicamға аяқталатын уақытты көрсетесіз. Бұл сол уақыттың аралығында ол сізге бейне видеоңызды түсіріп береді. Мәселен, сіз бір
ел арнадан бір қандай 6 сыныпқа байланысты қазір бір немесе бір жалпы бір видео ролик болатын болса, оны көшіріп алуға мүмкіншілігіңіз болмаса, сол видеоны белгілі бір уақытта трансляция болатын естісеңіз, сіз алдын ала жаңа настройкалы баптауларын реттеп қоясыз. Мысалы таңғы 10-да қосылатын болса, 10-да баста деп записьті баста деп көрсетесіз. 11-де аяқталатын болса, 11-де аяқта деп көрсетесіз. Оны кәсіп іс жүзінде мен сіздерге көрсетіп кетемін. Енді ең маңызды бір нәрселердің бірі бұл таныстырылымға немесе қандайда бір бейнероликке сіздің дауысыңызды қалай түсіру. Қазір мен өзімде бірінші сыныпта оқитын қызыма қарап жатырмын. Мына бір нәрсені байқадым. Бірінші мұғалім кітаптың бетін ашып суретке түсіреді. Одан кейін ол суретті жібереді. Одан кейін жаңағы аудиомен WhatsApp арқылы өзінің дыбысын жібереді. Әрине біз бұл дұрыс емес деп айтқымыз келіп тұрған жоқ. Бұл да бір осындай дистанционды жаңа қашықтан оқытудың бір әдістері деп қабылдауға болады. Бірақ біз өзіміздің бір басқа бір нұсқасын ұсынғымыз келіп отыр. Ол бейнероликте тікелей отырып сіз өзіңіздің дауысыңызды қазір таныстырылымды көріп отырып, қалай Дәулет Алтынбайұлы мен менің даусым қалай естіп тұрсыздар, сол сияқты бір әсер қалдырғымыз келеді. Сол себептен дыбыс жазуға мүмкіншілігі бар екенін біз айтқымыз келіп отыр. Тағы да бір маңызды бір аспектілерінің бірі курсивті тиімді қолдану дейді. Әдетте сіздер бір кейбір скринкастинг бағдарламаларын пайдаланып түсіретін болсаңыздар, тінтуірдің, яғни мышканың қайықта жүргенін білмейсіз. Сәйкесінше оқушы сіздің даусыңызды есту мүмкін, сізді көру мүмкін, бірақ мышканың қайда екенін білмеу мүмкін. Сізді қай жер не туралы айтып жатқаныңызды, таныстырылымның қай жеріне қарау керек екенін білмей қалу мүмкін, түсінбей қалу мүмкін. Сол себептен біз мышканың қай жерде екенін көрсету үшін осы мүмкіншілікті біз айтып кетуді көрсеттік. Және соңғы бір айтып кететін нәрсе, бұл мүмкіншілікті мен өз басым осы уақытқа шейін пайдаланған емеспін. Хромакей эффектісі дейді, немесе әсері деп айтуға да болады. Біз әдетте мына YouTube-тағы блогерлерді көреміз. Олар сөйлеп жатқан кезде артында қандай да бір бейнероликтер, бір видеолар көрсетіп жатады, немесе бір статистикалар шығып жатады. Немесе біздің теледидарда ауа райы туралы көрсетіп жатқан кезде диктор шығып сөйлеп тұрады. Алматыда осындай жел болып жатыр деген сияқты, Астанада суық, қар жауып жатыр деп айтып жатқан кезде, артқы фонда сол Алматының картасы шығады, погодасы шығады, жел болып жатса желдің суреті, қар жауып жатса қардың суреті, жаңбыр жауып жатса жаңбырдың суреті. Осы эффектіні хромакей эффектісі деп айтады, немесе эффект хромакей. Бұл туралы негізі көп нәрсе айтуға болады. Бұл эффектіні киноларда, теледидарларда көбінше пайдаланады. Егер толық мәліметті білгіңіз келсе, хромакей туралы қалай пайдалану туралы білгіңіз келсе, онда мына астында мен сілтеме қойдым. YouTube-та бұл туралы миллиондаған видеолар бар. Соны көріп, сіз хромакей эффектісі туралы түсінсеңіз болады. Жасыл фонда болады, әдетте жасыл фонды кейін монтажымен алып тастайды дағы қандайда бір видеоролик қояды. Сонда сол видеороликтің алдында бір адам тұрғанның эффектісі тұрады. Осындай өзінің бір қажеттіліктері, нелері бар. Ары қарай енді біз тағы да бір слайд туралы біз айтуды жөн көрдік. Ол біз бағасы. Жаңа Дәулет Алтынбайұлы жақсы айтып кетті. Біз тегінді біз ұсынып жатқан бағдарлама тегін деп. Тегін дегенде қазір бұлайша шартты тегін деген бір түсінік қалыптасқан. Көптеген бағдарламаларда не тегін, не шартты тегін. Шартты тегін, немесе условно платный деп айтылады ғой. Бағдарлама тегін, негізі Гүлмира апай. Тегін мен сатып алсаңыз да болады, тегін пайдалансаңыз да болады. Тегін мен сатып алғанның арасында қандай айырмашылығы бар? Егер тегін нұсқасын пайдаланатын болсаңыз, сіздің видеоңыз 10 минутқа шектеулі, 10 минут қана.
10 минут қана шектеулі, 10 минуттан ары қарай сіз бір өшіріп қысқа видео жасау керек. 10 минут өтуімен ол видео съемка тоқтап қалады. Қайтадан қосып, тағы да бір 10 минут түсірсеңіз болады. Яғни осында бір өзінің бір ерекшелігі бар. Ал енді сатып алсаңыз шексіз түсіре бересіз. Енді мен бұны не үшін тегін нұсқасын ұсынып отырмын. Әдетте оқушылар 1 сағат, 2 сағаттық бір семинар болсын, конференция болсын, немесе бір онлайн обучение, YouTube обучение болсын, оны тым ұзақ болатын болса көрмейді. Көрсе де өткізіп жібереді, соңына шейін көрмейді, өзіне бір қажеттілік жерін іздеуі мүмкін. Ал енді короткометражный дейді, қысқа метражды видеолар болатын болса, 3 минуттық, 5 минуттық, 8 минуттық бір қысқа нұсқа қылып түсіндіретін видеороликтер болатын болса, оны басынан соңына шейін отырып көріп шығады. Сол себептен біз осы тегін нұсқасын оқушылардың зейінін ескеруіміз керек қой. Бір 30 минуттық, 40 минуттық видеоны толық қарамауға ол еріну мүмкін, немесе зейін жоғарыландыруы мүмкін. Жақсы, рахмет. Мұғалімдердің өзі де жалпы кәдімгі дәстүрлі оқытудың өзінде де сіз 45 минут немесе 40 минут бойы сабақ түсіндірмейсіз ғой. Сіз 10 минут, 15 минут сабағын түсіндіресіз, ары қарай өз бетінше жұмыс жасайсыз, қандай да тапсырмалар бересіз. Осы сияқты бізде 1 сағат 45 минут немесе 40 минуттық видео емес, қысқа видео болғанды ұсынамыз. Әрине сіздер өздеріңіз. Енді ақпарат үшін бірнеше ақылы варианттары бар екен, нұсқалары бар екен, бұлардың ерекшелігі туралы бір ауыз сөзбен тілмірді айтып жіберсеңіз. Ерекшеліктері өз төбе жағында жазылып тұр. $39 сіз бір компьютерға сатып аласыз лицензияны, $59 екі компьютерға ПК деген дербес компьютерға сатып аласыз, $60 Bandicam және сонымен қоса қосымша тағы бір бағдарлама бар. Bandicat деген болады. Ол монтаж жасауға арналған бағдарлама. Bandicam тек түсіріп қойса, Bandicat монтаж жасап береді. Енді өз емес, жасауға арналған құрылғы. Улучшить лицензию дейтін болады. Егер сіз $39 бір компьютерға лицензия алған болсаңыз, екінші бір компьютерға алғыңыз келсе, онда сіз қайтадан $39 алмай, 29, почти $30 екінші лицензияны көрсете аласыз, сатып аласыз. Әрине, оның шарты мынандай, бірінші лицензияңыздың бар екенін көрсетуіңіз керек. Енді бұл бір қатып қалған бір баға емес, не емес, бұл бағалап біз қойып жатқан жоқпыз. Астында Bandicamның официальный сайтында осы бағалар туралы мәліметтерді сіздер көре аласыздар. Қанша уақытқа деп жаңа айтып кетті, Дәулет Алтынбайұлы сізде жауап берген екенсіз, дегенмен айта салайын. Бұл бір ай емес, бір жыл емес, бұл шексіз былайша айтқанда. Сіздің компьютеріңізға қалағанша сіз пайдаланасыз. Енді мен әріптестер теориялық бөлімді біз аяқтадық. Ары қарай мен қазір өзімнің экранымды бөлісемін. Сол себептен әсіресе телефонмен көріп отырған әріптестерге егер сіздер экранды көре алмаған жағдайда осы вебинарымыздың бейне ролигі мен біз қайтадан көре аласыздар. Біз онымен сіздермен бөлісеміз. Ділмұрат айтып жатқан кеше біз вебинарды пробный өткізіп көрдік. Телефонмен де кіріп көрдік, ноутбукпен де, компьютермен де кіріп көрмедік. Телефонмен көрінбей деген экран көрінбей қалады. Біз практикалық тапсырмаларды көрсеткен кезде. Сондықтан мүмкіндігінше компьютермен кірген дұрыс. Ал енді көре алмай қалсаңыздар, біз записті Instagram желісінде қалдырамыз. Әріптестер, мына жасыл фонда идет показ экрана остановить деген сіздерге көріне бастады ма? Көрініп тұр, көрінді ма? Иә, дейді. Рахмет. Так, ары қарай жалғастырайық. Мен қазір сіздердің алдарыңыздан мысал ретінде бір таныстырылымды алдым. Менің даусым естіліп тұрған шығар. Дәулет естіліп тұрған шығар. Енді бір қысқа нұсқада мен сіздерге осыны пайдалану жолдарын түсіндіріп кетейін. Егер сіз бір алдын ала бір сабағыңызға
мейлі ол кітабы болсын, электронды кітабы болсын, немесе бір таныстырылым дайындасаңыз, немесе Word'та бір қандай да бір жазу жазбаларыңызды дайындап қойған болсаңыз, онымен видео арқылы және өзіңіздің дыбысыңызды қосып бөлісудің жолын қазір практикалық тұрғыдан көрсетемін. Ең бірінші сіз таныстырылымды ашып, дайын таныстырылымды ашасыз. Одан кейін бізде Bandicam деген бағдарламаны қосамыз. Енді практикалық тұрғыдан көрсетудің алдын мына бір интерфейсімен таныстырып кетейін. Өкінішке орай мен Bandicamды бұдан артық үлкен көлемге үлкейте алмаймын. Осы бар көлемі осы. Егер сіздерде телефондарыңызда көрінген тағдырда да мына кнопкалар кішкентай көрінбей жатқан болса, онда кейін записті компьютермен көру арқылы осы кнопкалардың кішкентай батырмаларын көруге мүмкіншіліктеріңіз болады. Ең бірінші сіздерде пайдаланатын нәрсе ол баптау дейді, настройка. Мына жерде қазір менде видеокамерада, мышкада, одан кейін микрофонда қосылып тұр. Әдетте Bandicamда установка жасаған кезде сіздерде мына видеокамера, микрофон, мышка өшіп тұрады. Оларды қосу үшін сіз осы үш батырманың кез келгеніне басасыз. Мысалы, добавить микрофон дегенге басасыз. Мына жерде запись звука деген бар. Запись звука деген жерге тінту галочка қоясыз. Солай арқылы сіз дополнительное устройство микрофон деген жерде өзіңіздің микрофоныңызды таңдап қойсаңыз жеткілікті. Яғни сіз микрофоннан алған дыбысты осы уже видеоңызға түсіре аласыз. Екінші настройка ол веб-камера дейді. Параллельно сохранять видео с веб-камеры дегенді галочка қоясыз. Осылай арқылы іске қосасыз. Астында позиция деген бөлім бар. Позиция деген бөлімді бассаңыз, мына жерде сіздің видеокамераңыз қай жерде тұру керек? Экранның оң жақ үстінде ма, сол жақ астында ма, немесе оң жақ астында ма, немесе үлкен болып шығып тұру керек па? Соң барлығын осы жерде көрсетеді. Маған ыңғайлысы экранның оң жақ астында менің бейне ролигім түсіп тұрғанын қалаймын. Сол себептен мен оң жақ астыңғы жағын таңдадым. Сіз өзіңіздің материалыңызға байланысты қалаған жерге видеоны қосасыздар, қаласаңыз мүлдем алып тастаңыздар, ол өз еріктеріңізде. Мыш деген жер бар. Бұл жерде әдетте показать курсор дегенге өшік тұрады. Әдетте показать курсор дегенге біз галочка қоямыз. Эффект щелчки мыши деген, яғни мыш тінтуірді басқан кезде қандайда бір белгі көрсетеді. Эффект подсветки курсора деген болады. Мен оны қызыл түске бояп қояйын, чтобы сіздерге анық көрінсін. Не үшін қызыл түске бояндым? Ол жерде қызыл түске боясақ, мышканың жүрген жерін қызылмен, шеңбермен көрсетіп қояды. Осылайша оқушылар мышканың қай жерде екенін оңайлықша таба алады. Одан кейін щелчок левой кнопки дейді. Біз мышканы басқан кезде мышкадан тық деген дыбыс шығады. Сол дыбысты біз ғана естиміз. Ал енді оқушылар да естігенін қаласаңыз, онда щелчки левой кнопки немесе щелчки правой кнопки дегенге сіздер галочка қоя аласыздар. Осы оң жағын немесе сол жағын басқан кезде экран видеоды жаңа тың деген бір дыбыс шығып тұрады. Осылайша сіз видеоны басқандығыңызды көрсетеді. Міне осындай үш настройка бізге ең қажеттігі осы үшеу. Демек, Ділмұрат, мен толықтырып жіберейінші осы жерде. Демек, біз Bandicamды установить еткеннен кейін ең бірінші микрофонды, камераны және мышканы үшеуін настройка жасап аламыз, галочка қою арқылы. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Іске қосуымыз керек. Енді мен іс жүзінде көрсету үшін білесіздер, веб-камераны параллельно екі бағдарламаға қосуға болмайды. Сол себептен Алмат сізге көрінбеу мүмкін. Ондай жағдайда записті көре аласыздар. Мен қазір өзімнің видеомды өшіремін. Себебі ар жақта Bandicamдан қосам. Енді әріптестер, таныстырылымды біз бұлай жүргізген кезде мына бір орталықта бізде өзгерістер болып жатады. Осы өзгерісті ғана түсіру үшін біз мына жерде выберите область записи деген бар.
осы записьті басамыз және қай аймақты түсіру керек екенін біз көрсетеміз. Тек сол жерді ғана түсіріп тұрады ол запись. Егер осы бір экранның бір бөлігін ғана түсіріп тұрады. Яғни экранды толығымен түсіруге болады, немесе шағын бір бөлігін ғана түсіруге кесіп алып сол жерді ғана түсіруге болады. Енді мен мына бандикам бағдарламасын сваровать ететін. Сіз егер размері тура келмей қалса, мысалы жартылай болып қалған болса, онда сіз нені қайтадан размерін, көлемін өзгерте аласыз. Так, енді экранның оң жақ үстінде рек деген батырма бар. Рек ол записьті бастайды. Скриншотқа фотоаппараттың суреті тұр, захват изображение немесе скриншот жасайды. Одан кейін режим рисования деген бар. Режим рисованияда ол жерде жаңа мен айтып кеттім, қалам, стрелка қою, сызықтар қою сияқты өзінің инструменттері бар. Олай болса мен записьті бастайын, рек дегенді басамын, 3 минуттан кейін бастайды дейді. 3 минуттан кейін басталды. Міне, енді байқасаңыздар, міне экранның оң жағында бізде менің уже видеом қосылып тұр. Яғни мен мұғалім ретінде осы бүгінгі сабақты түсіндірамын. Айталық, мен мұғалім ретінде осы сабақты, саламатсыздар ма құрметті әріптестер, сабақтың тақырыбы бүгін осындай, оқу мақсаты осындай деп түсіндіріп кете аламын. Ары қарай. Демек, бағана біз көрсеттік қой, веб-камераны өзіңіздің видеоңыздың бір шетіне қоя аласыз дедік. Сіз оң жақ шетіне қоя алдыңыз. Бұл сізді көріп отыру оқушыларға әсер етеді ғой, мұғалімді қарап отырса, дұрыс айтасыз. Артықшылығы. Кешіресіз, сөзіңіз бөлдім. Сол себептен мынандай бір қысқа ғана сіздерге ұсыныс, таныстырылым жасап жатқан кезде экранның кез келген бір бұрышын шамалы қысқартып бос қалдырыңыз. Бізден ұсыныс, маңызды, яғни бір неміз, экранның бір бұрышын бос қалдырсаңыз, сол жерге не қоясыз. Егер мен өзімнің видеомды ортаға қойғанымда, немесе оң жақ үстіне қойған кезде, менің өзім жазған нәрселерім, өзім видеоммен жауып қояр едім. Сол себептен жасаған кезде, таныстырылым жасаған кезде, Wordпен бірдеңе жазған кезде, осы бір бұрыштарын шамалы бос қалдыруға қойсаңыз, стоп, өздеріңіздің жазғандарыңыз өздеріңізге кедергі әсер етпеу үшін. Ары қарай, сол жақта мен екінші слайдқа өттім, бірақ ол мына жерде екінші слайд басталды. Енді мен мына қаламды басу арқылы инструменттерді қосып отырмын. Бұл жерде инструменттерде сіз қандай да обводка жасасаңыз болады. Бұл қаламның үлкейтсеңіздер де болады, яғни қаламның размерін былайша айтқанда үлкейтуге де болады. Сызық-сызықтар арқылы көрсетуге болады. Немесе мынандай бір стрелкалар бар. Осы стрелкалармен астын сызып көрсетсеңіз болады. Мына бағалау критерияларына мән беріңіздер деп. Бізде 3 бағалау критерийсі бар екен. Осы 3 бағалау критерийсіне біз мынандай бір нелер қойсақ болады. Әдетте ақ түске сары онша жақсы көрінбеуі мүмкін. Ондай жағдайда біз басқа бір түсті таңдауымызға да болады. Мына бір кескінге деген сияқты осындай бір бөліктермен бөлуге болады. Немесе тағы да бір көрсетіп кететін нәрсе, мына жерде 1, 2, 3 деген нумерация деген батырма бар. Осы батырманы басып, біз мысалы бағалаудың критериялары бірінші ол мынандай, екінші ол мынандай, үшінші ол мынандай деп осы нәрселерді көрсетіп кетсек болады. Осы 1, 2, 3 деген нумерацияны біз тікелей эфирде өзіміз видеомызға көріп отырамыз. Қазір менің енді... Демек, сіздің мынау жасаған дүниелеріңіз ертеңгі видеодан осылай сызғандарыңыз, көрсеткендеріңіз бүкілі видеоға жазып. Әрине, дұрыс айтасыз. Қазір біз мына видеоны мен қазір тоқтатайын. Енді қазір сіздер вебинарда отырғандықтан сіздер бұл видеоның дыбысын естімейсіздер. Сол себептен мен айтпақшы, нәтижелерді қай жерден аламыз?
домой деген, основные деген жерде опция деген бар. Открыть дегенде бассаңыздар, сіздің видеоларыңыз осы жерде түседі. Қазір мен вебинарды ашайын, остановить дейін. Бір осы видеоны сіздермен нәтижесін бөлісу үшін қазір ғана сен практикалық тұрғыда көрсеткенді бізге видеосын ұсынбақсың ғой? Қазір ғана мен түсірген бейне роликтің несін сіздерге ұсынбақшымын. Бір минут сабыр сақтасаңыздар, әріптестер. Себебі бұл алдын ала дайындаған бізде видеороликте бар. Жаңа мен айтып кеттім. 10 минуттық видеоролик біз дайындадық. Так. Бұл Bandicam бағдарламасында біз бірнеше сабақтар әзірледік. Осы 2 күннен бері Ділмұрат екеуміз кемі бір 10 сабақ әзірлеген шығармыз. Оның мүмкіндіктері өте көп екен. Жаңа панель инструментті көрдіңіз. Оның да мүмкіндіктерін қайтып пайдалануға болады. Біз жасаған бір жұмысты соңында көрсетеміз, ұсынамыз деп отырмыз. Кеше мен бір тақырыпты алып, сол тақырыпты 10 минуттың ішінде балдарға қалай жеткізуге болатынын мен өзім тәжірибе көзінде сынап көрдім. Жаман шыққан жоқ. Қазір оны тамашалайсыздар. Айтқымыз келгені осы Bandicamның мүмкіндіктерін практикалық тұрғыдан көрсетеміз соңында. Мына жерде енді қазіргі жасаған дүниемізді қазір экранда Ділмұрат ұсынбақшы. Олай болса, сіздерге қазіргі бір видеороликті көрсетемін. Одан кейін Дәулет мырзаның арнайы жасаған Bandicam бағдарламасы арқылы арнайы жасаған видеороликпен бөлісеміз. 3 минуттан кейін басталды. Енді байқасаңыздар, экранның оң жағында бізде Дәулет мырза естіліп тұр ма? Яғни мен мұғалім ретінде естіліп жатыр. Бүгінгі сабақты түсіндіремін. Бағана жасаған видеом ғой бұл. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сабақтың тақырыбы бүгін осындай, оқу мақсаты осындай деп түсіндіріп кете аламын. Демек, бағана біз көрсеттік қой. Веб-камераны өзіңіздің видеоңыздың бір шетіне қоя аласыз деген, сіз бұл жақ шетіне қоя алдыңыз. Бұл сізді көріп отыру оқушыларға әсер етеді, мұғалімді қарап отырса, чем ешкім көрмей тұрған. Сол себептен кешіресіз сөзіңіз, сол себептен қысқа ғана сіздерге ұсыныс, таныстыру жасап жатқан кезде экранның яғни бір неміз, экранның бір бұрышын бос қалдырсаң, сол жерге не қоясыз. Егер мен өзімнің видеомды ортаға қойғанда немесе оң жақ үстіне қойған кезде, менің өзім жазған нәрселерін өзім видеоммен жауып қояды. Сол себептен жасаған кезде, таныстыру жасаған кезде, Wordпен бірдеңе жазған кезде, осы бір бұрыштарын шама бос қалдыруға қойсаңыз, стоп, өздеріңіздің жазғандарыңыз өздеріңізге кедергі әсер етпеу үшін. Ары қарай, сол жақта мен екінші слайдқа өттім, бірақ ол мына жерде екінші слайд бастады. Енді мен мына қаламды басу арқылы инструменттерді қосып отырмын. Бұл жерде инструменттерді сіз қандай да обводка жасасаңыз болады. Бұл қаламның үлкейтсеңіздер де болады, яғни қаламның размерін үлкейтуге де болады. Сызық-сызықтар арқылы көрсетуге болады. Немесе мынандай бір стрелкалар бар. Осы стрелкалармен астын сызып көрсетсеңіз болады. Мына бағалау критерияларына мән беріңіздер. Бізде 3 бағалау критериясы бар екен. Осы 3 бағалау критериясына біз мынандай бір нелер қойсақ болады. Әдетте ақ түске сары онша жақсы көрінбеуі мүмкін. Ондай жағдайда біз басқа бір түсті таңдауымызға да болады. Мына бір кескінге мән беріңіздер деген сияқты осындай бір бөліктермен бөлуге болады. Немесе тағы да бір көрсетіп кететін нәрсе, мына жерде 1, 2, 3 деген нумерация деген батырма бар. Әріптестер, бізде осы жерден мен қазір осы жерде мен қазір мына өзімнің, сіздер енді көздеріңіз жеткен шығар, яғни мен тікелей эфирде сіздермен отырып осы қысқа ғана видеоны жасадым. Қазір мен сіздерге өзімнің әріптесім жасап келген
бейнероликті ұсынғым келіп отыр. Сол бейнероликті сіздер көріп болғаннан кейін біз өзіміздің вебинарымызды аяқтаймыз. Әрине, қазір біз сілтемесімен де бөлісеміз. Ділмұрат, бір ауыз, бір минут. Біз сіздер жасаған видеоны, мысалы 10 минуттық видео жасауыңыз мүмкін, 8 минуттық видео жасауыңыз мүмкін. Соны қалай YouTube желісіне жүктеуге болатын, Ділмұрат көрсетуге болады ғой, қалай сақтауға болады және оны қалай бөлісуге болады? Әрине, оны да көрсетуге болады. Мен қазір видеороликті дайындап қойдым. Видеороликті бастаудан алдын көрсет десеңіз, қазір мен қысқа минутта сразу көрсете аламын. Көрсетіңізші, осы видео сізде бар ғой, осыны қайтып мен видеоға, осы видеоны, осы бүгінгі жаңа Дәулет Мырзаның бір сабаққа қатысты жасаған 10 минуттық видеосын YouTube-қа да жасадым. Біз оқушылармен бөлісу жағын қарастырсақ деп жатырмыз, егер мүмкіндік болса. Себебі біз оны видеоны WhatsApp-қа жіберуіміз мүмкін, ол 10 минуттық видео ұзақ ашылуы мүмкін, немесе ұзақ сақталмауы мүмкін, памяттауы мүмкін. Ал енді егер ссылкамен берсек оларға, олар кез келген уақытта ашады, ол көпте орындалмайды, тиімді болар ма деген ойым ғой. Дұрыс айтасыз. Так, бір минут, мен өзімнің Мынау тақырыпты мен түнде таңдадым. Мен бір-екі тәжірибелік тапсырма көрсеткім келді. GeoGebraның мүмкіндіктерін бір көрсетуді жоспарлап едім. Осы тақырыпты алдым. Буквально бүгін азында Ватиканмен видеосын жасадық. Қазір енді көрейін деп отырсыздар. Мен өзім запись басқан болмаса қайта тыңдап көрген жоқпын. Жаңағы мүмкіндіктердің бәрін кіргізуге тырыстық. Панель инструменттің мүмкіндіктерін. Әріптестер, онда мына бейнероликті видеоны көре берейік. Көре берейік, сіздерге қазір идет показ экрана деген көрініп тұр ма? Жасылмен. Не көрініп тұр ма дейсіңдер ма? YouTube тұр енді. YouTube тұр ма? Қазір бір минут. Осы 10 минуттық видеоға осыны тыңдай берейік та, Ділмұрат. Ал видеороликті онда қостым. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге қарастыратын тақырыбымыз 8-ші сынып алгебра пәнінен Y-тен төбірасты X функциясы, оның видеоролик көрініп тұр ма? Жоқ, көріп тұр. Қатысты біздің оқу мақсатымыз дауыс естіліп тұр, бірақ видео көрініп тұрған жоқ. Білу және оның YouTube көрінді ма? YouTube көріп тұр. Басайын ма YouTube? Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге қарастыратын тақырыбымыз 8-ші сынып алгебра пәнінен. Ділмұрат, сенде басқа жерде де қосылып тұр ма? Көрініп тұр ма, Дәулет, сізде көріп жатсыз? Көрініп тұр. Дәулет Мырза, қазір барлығы тек сіздің видеоңызды көріп жатқан сияқты. Себебі чатқа да жазбай қойды. Сіз өзіңіз көріп отырсыз ба, Дәулет Мырза? Көрініп отыр.
Дәулет мырза, осы GeoGebra бағдарламасын біздің барлық мектептегі оқушыларымыз үйреніп, қолданады ма сонда? GeoGebra бағдарламасы геометрия алгебрадағы кез келген мүмкіндікті, көп мүмкіндікті іске асыратын бағдарлама. Біз жаңартылған білім беру мазмұнында GeoGebra'ны ұсынамыз. Көп мектепке барсам, мұғалімдер, оқушылар белсенді жұмыс жасап жатыр. Бұл доступны. Оған интернеттің керегі жоқ, бір көшіріп аласыз, ол жұмыс жасай бересіз. Лицензиясы? Бәрі тең. Кәдімгі телефондағы калькуляторды қалай пайдаланыңыз, тура солай секілді. Баяғыда біз Excel'де жасайтын едік. Мадина дұрыс айтады. Әріптестер, бейне роликті көріп біткен кезде бізге хабар берсеңіздер, соңғы қорытынды сөзді айтып, содан кейін вебинарымызды аяқтасақ. Біткен кезде чатқа плюс таңбасын қойсаңыздар жеткілікті. Демек, біз кішкене ақпарат бердік, одан кейін теориялық тұрғыда қалай латикамен жұмыс жасау керек. Ең соңында бір продуктын ұсынып отырмыз, мынау жасалған дүниені. Дауысты қалай, мышкамен қалай жұмыс жасау керек, панель инструментті қалай қолдану керек. Гәли апай, рахмет сізге де. Сіздерге шамал пайдалы ақпарат берсек, бізде өте қуаныштымыз. Оқу бағдарламасына кіртілген сондай бір жалпы мектептерде. Так, Гүлжан, біз YouTube-ты тағы видеоны ұсындық қой. Егер сіздің компьютеріңіз осы вебинардағын ашамаған жағдайда, осы чатта сілтемені мен бердім. Қазір тағы да бөлісіп қояйын. Осы сілтеме арқылы Дәулет мырзаның бүгінгі дайындап келген дайын продуктысымен көріс аласыздар. Дәулет мырза, олай болса қорытынды сөз өзіңізде. Сіздерге де рахмет, әріптестер. Ділмәрат, мен сабағымды көргім келіп отыр. Жақсы түсірілді. Мақұл, бұл 10 минуттық видео. Осы тақырыпты ашу үшін мен бірнеше тапсырмалар бердім. Өзіндік жасайтын тапсырмалар берілді. Бұны сілтемеден көріп алсаңыздар болады. Ал енді әріптестер, қазір сөздің басында айттым. Бізде қашықтан оқытудың қандай құрал тиімді деген сұрақтар өте көп қолданылып жатыр. Сол қашықтан оқыту, алдын ала видеоны қалай жасаймыз, дауысымызды қалай кіріктіреміз деген көптеген сұрақтар келді. Осы Бодикам деген бағдарламаны біз ұсынып отырмыз. Алдағы уақытта біз тағы да басқа бір бағдарламаларды зерттеп жатсақ, ұсынуға бір мүмкіндіктер болып жатса, сіздерге келесі вебинарларда да ұсынамыз деген ойдамыз. Пайдалы болса, тиімді болса, біз қуаныштымыз. Алдағы уақытта тағы да жолға берейік. Жұмыстарыңызға сәттілік, шығармашылық табыс тілеймін. Қош сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.